Мен алғашқы ұстазым мен әке анам, өйткені ол кісілер ұстаздық жолда болған. 45 минут мен үшін өте жауапты уақыт, өйткені оқу бағдарламасы бойынша, жалпы пән бойынша оқушыларға осы 45 минут арасында дұрыс білім беру. Оқушы кезіндегі өзіме кеңесім әр уақытты босқа өткізбеу, әр уақытты тиімді пайдалану. Әсіресе әдеби кітаптарды оқу керек, ғылыми кітаптар оқу керек. Мұхтар Әуезовтің кітабы, Шәкәрім Құдайбердиевтің кітабы, Абай жолының қара сөздері. Қазақстан мемлекеті алдыңғы қатарлы мемлекет болып дамыған, сонда бір жақсы ел болу.